Саламатсыздар ма? Бүгінгі біз Қазақстан тарихы пәнінен ерте көшпенділер дәуіріндегі ұлы дала өркениеті атты тақырыбымызды бастаймыз. Дәрісті оқушы Ақтөбе гуманитарлық колледжінің тарих пәнінің оқытушысы Тұрғанбай Ардақ Бағдатқызы. Сабақ мақсаты: ерте көшпенділер дәуіріндегі ұлы дала өркениетінің пайда болуы мен қалыптастыру ерекшеліктерін түсіндіру. Күтілетін нәтиже: ерте көшпенділер дәуіріндегі ұлы дала өркениетінің ерекшеліктерін түсінеді, болжай алады және талдау жасайды. Бүгінгі сабағымызды елбасы тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сөзімен бастағалы отырмын. Елбасы өзінің ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында былай деп жазған: әлемдік ғылым үшін сенсация саналған жаңалық 1969 жылы Қазақстанның Есік қорғанынан табылған алтын адам. Жауынгердің алтынмен апталған киімдері ежелгі шеберлердің алтын өңдеу техникасын жақсы меңгергенін аңғартады. Сонымен бірге, бұл жаңалық дала өркениетінің зор қуаты мен эстетикасын әйгілейтін бай мифологияны паш етті. Ұлы дала өркениетіне үлес қосқан Евразияда өмір сүрген скиф, сақ, сармат тайпаларының ерте темір дәуірінде ұлы дала өркениетіне көшпелілердің көрінісі екенін айтамыз. Біздің заманымыздан бұрынғы 1000 жылдықта құрғақшылық пайда болған. Далада шаруашылық жүргізудің жалғыз түрі көшпелілік болды. Көшпелілер мал құрамына өзгертіп тебінге ыңғайлы қой мен жылқы өсірген. Жайылымды тиімді пайдалану үшін көшпелілер маусымдық көшуді меңгерді. Шөптің қашан, қайда өсетінін зерттеді. Бір маусымдық жайылымнан басқасына көшу жолдарын есте сақтады және ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырды. Атақты ағылшын тарихшысы, социолог Арнольд Джозеф Тойнби көшпелілер туралы былай жазған екен: құрғақ даланы тек бақташы ғана меңгере алады, бірақ сол далада тіршілік етіп, табыстарға жету үшін ол өзінің шеберлігін тынбай жетілдіре беруге міндетті дейді. Көшпелі өмір, 4 түлік мал, жер-ана, барлығы жинала келе көшпелілердің материалдық игілігін, дүниетанымын қалыптастырып, төл мәдениетін жасады. Көшпелі өмір тіршілігіне сай қара күшке мығым, қиыншылыққа төзімді, құбылмалы табиғат жағдайына тез икемделгіш, ат үстіндегі алыс сапарларды қайыспай көтеретін дала перзенттері, жан-жақты жетілген адамдар қалыптасты. Номадизмнің басты сипаты, яғни жыл бойы малды жайылымда бағу. Белгілі бір жайылымдық аумақта мал жаю үшін көшіп қону болып саналады екен. Көшіп қонуға тұтас жұрттың қатысуы малшылықтың, шаруашылықтың ең негізгі түрі саналуы. Ертедегі көшпелілер сақтар, скифтер мен сарматтар және ұлы даланың шығыс бөлігіндегі тайпалар туралы дерек көзі арқылы білуге болады. Археологиялық деректер де бар. Жазба дерек көздерге келетін болсақ, алғашқысы біздің заманымыздан бұрынғы 6 ғасырдың соңындағы ежелгі парсы жазбаларының дерек көзі. Екіншісі Геродоттың еңбектері мен грек-римдік тарихнама дәстүрінде кездеседі. Үшіншісі біздің заманымыздан бұрынғы 1-1000 жылдықтың соңына жататын көне қытайлық жылнамаларда баяндалады. Парсы патшасы 1-ші Дарий Бехистундық жазбаларында оның орталық Азияға, сақ тиграхаудаларға жасаған жорығын сипатталады. Сипаттай отырып, ол сақ
тайпаларының 3 түрін атайды. Парадария сақтары, Тиграхауда сақтары, Хаuma-Varga сақтары. Яғни Парадария сақтарын Дарий өзінің Қазақстанның оңтүстік және оңтүстік шығыс таласында сақ тиграхаудалардың көшіп қонып жүрген болу керек. Олардың қатарында алтын адам да бар деп атаған екен. Назарларыңызды тасмала мәдениеті тақырыбында бейнероликке назар аударыңыздар. Орталық Қазақстан қазіргі Қарағанды, Ақмола, Павлодар, жартылай облыстарымен Торғай даласын алып жатыр. Геродоттың айтуы бойынша ерте темір дәуірінде Қазақстанның солтүстік батысын аргипилер, орталығын исидондар, шығысын аримаскалар мекендеген. Сарыарқаның ерте темір дәуіріндегі ескерткіштер жиынтығы тасмола мәдениеті деген атпен белгілі болды. Алғашқы ескерткіштер Павлодар облысы Екібастұз ауданындағы Тасмола өңірінен табылған. Осылайша тастан үйілген обалар өз атына сәйкес тасмола мәдениеті деп атауға ие болды. Оны ерекше бөліп алуға екі қатар тас тізбегі бар мұртты обалар себеп болды. Тасмола обалары екі жерлеу орнынан тұрады. Біреуіне адамды жерлесе, екіншісіне мініс атын көмген. Ғалымдар мұртты обалар обсерватория рөлін атқарған деп есептейді. Мұртты обалардың 4 түрі кездеседі. А. Үлкен обаның шығыс жағынан салынған кіші оба, кіші обаның шығысынан мұрт сияқты екі қатар тас тізбек кетеді. Ә. Екі оба оңтүстіктен солтүстікке қарай қатар тұрғызылады. Шығысқа қарай мұрт сияқты екі қатар тізбек салынған. Б. Алдымен бір үлкендеу оба салынады, оның үстіне тағы бір кіші оба тұрғызылады. Үлкен қорғанның шығыс жағынан екі қатар тас мұрт тізбек. В. Ара жігін білдірмей, бірінің үстіне бірі салынған екі обадан тұрады. Шығысқа қарай екі тас тізбек тартылған. Мұртты обалардан алынған заттық деректер үшке бөлінеді. Қару-жарақтар, ат әбзелдері, ғұрыптық заттар, әшекейлер, тұрмыстық бұйымдар. Тасмола мәдениетінің қол өнеріне алтыннан жасалған жолбарыс пішіндері, таутекенің қола мүсіндері, қабан мен бұлан бедерленген қола айналар, шиыршықталған қабан тәрізді мүйіз қапсырмалар сақ қол өнеріне жатады. Аңдық нақышта дайындалған көп тұлғалы композициялардың бірі мүйіз қапсырмадағы көрініс алыстағы тұлғаның алдыбел ескерткіштеріне ұқсас. Табылған зергерлік бұйымдар бедерлеу әдісімен көркемделген. Зерттеушілердің көпшілігі мұртты обалар жаратушы мен ата-баба рухына табыну орны болған деп есептейді. Мұртты обалар ежелгі заманда Қазақстан аумағында өзіндік ерекшеліктері бар мәдениет болғанының айқын дәлелі. Сарматтар Геродот бойынша савраматтар, сақтарға мәдениеті жағынан жақын көшпелі тайпалар одағы. Картаға қарайтын болсаңыздар, назар аударсаңыздар, олар Батыс Қазақстанды, Еділ, Жайық өзендерінің аралығын мекендеген. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырда олар Дах массагеттердің ығыстыруымен ұлы даланың батыс бөлігін тастап шығады. Осы сарматтардың мәдениеті сақтардың мәдениетіне ұқсас, жерлеу қорғандарын тұрғызу, ақинақтар жасау, әсіресе өнердегі аң стилі оларға да тән ерекшелік болды. Сарматтарда егіншілік маңызды шаруашылық түрі болды. Олардың қоғамында әйелдің орны жоғары болды. Сарматтар орталық Азиядағы сақтар мен Қара теңіз маңындағы скифтерді өзара байланыстырды. Бүгінгі жаңа сабаққа байланысты тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма – картамен жұмыс. Сақ, сармат тайпаларының қоныстану орындарын картаға түсіріңдер. Екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Ұлы дала көшпелілер өркениетінің әлемдік тарихқа қосқан үлесі тақырыбында позиция, түсіндіру, мысал, салдар формуласын қолдана отырып қорыту ұсынылады.
Сабағымызды бекіте отырып, бүгінгі сабағымызда бағдаршам әдісі арқылы кері байланысқа шығамыз. Қызыл түс: сабақты түсінбедім, сабаққа қатыса алмадым. Сары түс: сабаққа белсенді түрде қатыстым, аз да болса жұмыс жасадым. Жасыл түс: сабақ маған ұнады, сабақта берілген оқу материалын жете түсіндім, өзіме қажеттісін алдым. Тамаша, жауаптарыңызға рахмет. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.